Ал дәл осы жыл таңдауында әншілердің әсем әуенінің сүйемелдеуімен отандық дизайнерлер топтамаларын таныстырған еді. Алайда атыңнан түрен салғаны бұл жаңашылдық Аида Кауменоваға жақпады. Соған қарағанда Victoria's Secret шоуының қазақша нұсқасын әзірлеу қолдан келмеген сыңайлы. Жыл таңдау ұйымдастырушылары әлемге әйгілі Виктория періштелері шоуының өзіндік нұсқасын ұсынуды о баста мақсат тұтқан еді. Діттеген дәрежеге жету үшін шеберлер де өз тарапынан аянып қалмады. Алайда ән мен сәнді бір сахнада тоғыстыру оңайға соқпағандай. Мәселен, Аида Кауменованың көрсетілімі кезінде сүйемелдеген музыка ерте аяқталып, сәнбикелер ел алдында аздап абдырап қалды. Енді сахнада фэшн мен әншілерді қосуға ол деген анандай қиын мақсат болды. Өйткені негізі фэшн деген ол бөлек нәрсе ғой. Сахна, әншілер деген ол бөлек нәрсе. Бірақ енді оны қазір перформанс деп айтады. Ең бірінші болды. Сондай шоу. Ал дизайнер Ұлықбек Салиев топтамасын таныстырғанда өрескел олқылық байқалмады. Сондықтан болар шебердің шара авторларына айтар уәжі жоқ. Я считаю, что меніңше өнер дегеніміз ортақ бір әлем. Онда музыкаға да, сұлулыққа да барлығына орын бар. Сондықтан бұл керісінше қызық дер едім. Ал топтамама келер болсақ, аталмыш шоуға арнап кеше ғана тігіп бітірдім. Динара Сәтжан да жыл таңдауына арнайы жаңа үлгілерін ала келіпті. Сән мен музыканың бір мінберде үйлесу өнерпаз үшін жаңалық емес. Бұл тәжірибені КФУ Астанада да байқап көрген Бикеш өзіне модель болуға лайықты жұлдыздарды да атады. Модель ретінде менің ойымша мүмкін Made in Kazakhstan деген солисткасына беруші едім. Өйткені фигурасы әдемі, бойы да келеді деп ойлаймын. Соған беруші едім. Ал одан басқа, мысалы, Ерке Есмахан. Менің ойымша Ерке Есмахан ол өзімен өзі танымал болып жүр. Менің ойымша біз жас жұлдыздарды, жас әншілерді қолдау керекпіз деп ойлаймын. Сондықтан болашақта Динараның көрсетілімдеріне жас әншілерді байқап қалуымыз бек мүмкін.